Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен электростатика бөліміне арналған есепте шығаратын боламыз. 10 нанокулон және 16 нанокулон зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші Q1 10 нанокулон. Нанокулонды біз кулонға өткізуіміз керек. 10 нано деген ол 10-9 дәрежесі кулон. Ал Q2 бізде 16 нанокулон. Өткізетін болсақ 16 көбейту 10-9 дәрежесі кулонға тең болады. Ара қашықтық R 10 мм. Оны біз метрге өткізуіміз керек, сонда 10 көбейту 10-3 дәрежесі метр болады. К тұрақты. Зарядтар арасындағы әсерлесу күшін табуымыз керек. Ол бізде кулон күші, яғни F. Кулон күшінің формуласын пайдалана отырып табайық. Кулон күшінің формуласы K Q1 Q2 бөлінген эпсилон R квадрат. Эпсилон 1-ге тең деп алуымызға болады. Барлық шама белгілі, орнына қойып есептейік. Сонда F тең K бізде 9 көбейту 10-9 дәрежесі, Q1 10 көбейту 10-9 дәрежесі, Q2 16-9 дәрежесі бөлінген R квадрат 10 көбейту 10-3 дәрежесінің квадраты. 9 бен -9 қысқарады. 9-ды 16-ға көбейтетін болсақ 144 көбейту 10-9 дәрежесі көбейту 10 деп жазып тұрайық. Бөлінген 10-ның квадраты 100 көбейту 10-3-тің квадраты ол -6 болады. -9 бен -6-ны қысқартып жіберетін болсақ, жоғары жақта 10-3 дәрежесі. 10-ның 1 нөлі мен 100-дегі 1 нөлі қысқартып, 144-ті 10-ға бөлетін болсам, 14/4. 10-3 дәрежесі шығады. Яғни жуықтап 14 10-3 дәрежесі ньютон деп алуымызға болады. Екінші есеп. 10-7 дәрежесі кулон. Заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 вольт бөлінген метр. Зарядқа әсер ететін күш. Заряд Q 10-7 дәрежесі кулон. Электр өрісінің кернеулігі ол E 5 вольт бөлінген метрге тең. Зарядқа әсер ететін күшті табуымыз керек, яғни F күш. Ол үшін электр өрісінің кернеулігі формуласын пайдаланатын боламыз. Кернеуліктің формуласы F бөлінген Q. Осы жерден F табатын болсақ, F тең электр өрісінің кернеулігі көбейту заряд. Орнына қояйық. F тең электр өрісінің кернеулігі бізде 5 заряд көбейту 10-7 дәрежесі. Сонда 5 көбейту 10-7 дәрежесі ньютон деген шығады. Келесі есеп. Бір кулон зарядты элементар зарядпен салыстыр. Q бізде 1 кулон. Элементар заряд ол бізде электрон. Электронның заряд шамасы белгілі, ол 1/6, 10-19 дәрежесі кулон. Яғни бұл жерде электрондар санын табуымыз керек. N. Зарядтың формуласы Q N көбейту элементар зарядтың шамасына. Осы жерден N-ді табатын болсақ, N тең болады Q бөлінген E. Орнына қойып N-ді табайық. N тең Q бізде 1 бөлінген 1/6, 10-19 дәрежесі. Бөлетін болсақ 0,625, 10-19, 6,25, 10-18 дәрежесі деп жазуымызға болады. 4. Екінші шардың заряды оң болатын жағдай. Бірінші суретке қарайтын болсақ, 2 дене тыныштық күйінде тұр. Яғни бұл бірінші суретте 2 дене, 2 шар зарядталмаған. Ал екінші суретке қарайтын болсақ, 2 шар бір-бірінен тебіліп жатыр. Егер бірінші шар оң болатын болса, онда екінші шар да оң болу керек. Өйткені аттас зарядтар тебіледі, ал әр аттас зарядтар тартылады. Егер оң зарядталған дене болатын болса, онда тағы да оң зарядталған денені
оған жақындататын болсақ, онда екі дене бір-бірінен тебіледі. Өйткені олар аттас зарядталған болғандықтан. Яғни бұл екі дене тебіледі. Ал егер біреу теріс зарядталған, ал екіншісі де теріс зарядталған дене болатын болса, оларда аттас зарядталған. Оларда бір-бірінен тебіледі. Бір дене оң зарядталған, ал екінші дене теріс зарядталған болса, онда олар әр аттас зарядталған, яғни олар бір-біріне тартылады. Екінші суретке қарайтын болсақ, олар бір-бірінен итеріліп жатыр екі шарда, яғни мынау екінші шар оң болатын жағдай мынау екінші суретке сәйкес келіп тұр. Яғни мынау екінші шар бізде оң болу керек. Оң болған жағдайда ғана екі шар бір-бірінен тебіледі. Ал үшінші суретке қарайтын болсақ, бірінші шар теріс зарядталған, екеуі тебіліп жатыр. Екеуі тебілу үшін менде мына шарт орындалуы керек. Яғни екінші шарда теріс зарядталған болу керек. Ал төртінші суретке қарайтын болсақ, екі шар бір-бірінен тартылып жатыр. Егер бірінші шардың заряды оң болатын болса, екінші шардың заряды ол теріс болу керек. Яғни мына шарт орындалуы керек. Сонда төртінші суретте екінші шар теріс зарядталған. Яғни бізде екінші шардың заряды оң болатын жағдай екінші суретке сәйкес келіп тұр. Келесі. Кернеулігі 200 вольт бөлінген метр біртекті электр өрісінде орналасқан 2,-5 дәрежесі кулон нүктелік зарядқа әсер ететін күш. Кернеулік ол Е 200 вольт бөлінген метр. Ал біртекті электр өрісінде орналасқан заряд Q 2^-10^-5 дәрежесі кулон. Электр өрісінде орналасқан зарядқа әсер етуші күшті табу керек, яғни F. Электр өрісінде орналасқан зарядқа әсер етуші күшті табу үшін кернеуліктің формуласын пайдаланамыз. Кернеуліктің формуласы E тең F бөлінген Q. Осы жерден F табатын болсақ, E көбейту Q болады. Орнына қойып есептейік. F тең кернеулік бізде 200 көбейту заряд 2^-10^-5 дәрежесі. 400 оның -5 дәрежесі болады. Егер -5 дәрежені 400-дің 2 нөлмен қысқартып жіберетін болсақ, онда 4^-10^-3 дәрежесі қалады. Ньютон. Немесе оны 4 милли-ньютон деп жазуымызға болады. Келесі есеп. Потенциалы 20 вольт нүктеден потенциалы 0 вольт нүктеге 2 кулон заряд орын ауыстырғандағы электр өріс күштерінің жұмысы. Потенциал фи әріппен белгіленеді. Сонда фи1 20 вольт. Ал потенциал фи2 0 вольт. Заряд Q 2 кулон. Электр өрісі күштерінің жұмысын табу керек, яғни А. Электр өрісі күштерінің жұмысының формуласы А тең Q көбейту U. Бұл жерде U потенциалдар айырымы, яғни фи1 азайтылған фи2-ге тең. Сонда бірінші формуладағы U'ның орнына екінші өрнекті апарып қойсақ. А тең Q фи1 азайтылған фи2-ге тең болады. Орнына қойып есептейік. А тең заряд 2 20 азайтылған 0. Сонда 40 джоул деген шығады. Келесі есеп. Екі нүктенің потенциалды айырмасы 25 вольт. Осы нүктелер арасында 10 кулон зарядтың орын ауыстыру кезінде атқарған жұмысы. Потенциалдар айырмасы дельта фи 25 вольт. Ал заряд Q 10 кулон. Орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс. А. Зарядты орын ауыстырғанда атқарылған жұмыстың формуласы А тең QU. U деген ол потенциалдар айырмасы. U тең фи1 азайтылған фи2-ге. Немесе дельта фи деп жазуымызға болады. Дельта фи ол фи2 азайтылған фи1. Дельта фи потенциалдар айырымы болғандықтан
U'нун ордуна жазуумузга болот. Ягни А тең Q дельта фи. Ошол жерден жумусту табайык. А тең заряд 10 кулон көбөйтүү 25. 250 joule. Келесі есеп. Потенциал айырмасы 1 вольт болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. Потенциал айырмасы U 1 вольт. Электронның заряды мен электронның массасы белгілі. Біз электронның қозғалыс жылдамдығын табуымыз керек. В. Ол үшін атқарылған жұмыс кинетикалық энергияның өзгерісіне тең деген теореманы пайдаланамыз. Яғни А тең кинетикалық энергияның формасы mv квадрат бөлінген 2. Электр өрісінде зарядты орын ауыстырғанда атқарылған жұмыстың формуласы А тең Q көбейту U. Электрон үшін жазатын болсақ, EU болады. Екі теңдеуді теңестіре отырып, электронның жылдамдығын табамыз. Яғни кинетикалық энергия мен жұмыстың формуласын теңестіреміз. mv квадрат бөлінген 2 тең EU. Осы жерден жылдамдық табайық. Жылдамдық табатын болсақ, V тең болады 2 EU бөлінген M. Түбір астында. Орнына қойып есептейік. 2 көбейту 10-6 -19 дәрежесі көбейту кернеу 1. Ал масса 9,1 -31 дәрежесі. Түбір астында 3,2 -19 дәрежесін бөлетін болсақ 9,1 -31 дәрежесіне және түбір астына шығаратын болсақ 0,59 6 дәрежесі шығады. Бұл жоқтап алғанда 6,5 дәрежесі метр секундқа тең. Келесі есеп. Тізбектей қосылған 12 микрофарад және 40 микрофарад екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы. Бірінші конденсатордың сыйымдылығы С1 12 микрофарад. Микрофарадты фарадқа өткізетін болсақ, 12 -6 дәрежесі фарад болады. Екінші конденсатордың сыйымдылығы С2 40 микрофарад. Ол 40 көбейту 10-6 дәрежесі фарадқа тең. Жалпы сыйымдылықты табу керек. С жалпы. Есептің шартында конденсаторлар тізбектей қосылған. Мынау С1 конденсатор болатын болсын. Ал екінші конденсатордың сыйымдылығы С2. Олар бір-бірімен тізбектей жалғанған. Конденсаторлар тізбекте жалғанған кездегі жалпы сыйымдылықтың формуласын пайдаланып отырып шығаратын боламыз. Яғни 1 бөлінген С жалпы тең болады 1 бөлінген С1 қосылған 1 бөлінген С2. Ортақ бөлім беретін болсақ С2 алынған С1-ден. Сонда 1 бөлінген С жалпы тең болады С2 қосылған С1 бөлінген С1 көбейту С2. Осы жерден С жалпын табатын болсақ, С жалпы тең болады С1 көбейту С2 бөлінген С1 қосылған С2. Ал орнына қойып есептейік. 12 көбейту 10-6 дәрежесі көбейту 40 10-6 дәрежесі бөлінген 12 10-6 дәрежесі қосу 40 10-6 дәрежесі 480 10-12 дәрежесі 52 -6 дәрежесі. 12 мен 6 кетет, жоғары жақта -6 қалады. Бөлген кезде 9,2 10-6 дәрежесі фарад.
9,2 микрофарад. Келесі. Жазык конденсатордың пластиналар арасына қалыңдығы 0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы 1 микрофарад болғанда, оның пластиналарының ауданы D 0,1 мм. Оны метрге өткізетін болсақ, 0,1 оның минус 3 дәрежесі метр болады. Немесе оның минус 4 дәрежесі метр деп жазуымызға да болады. Электр сыйымдылығы 1 микрофарад. Микрофарадты фарадқа өткізетін болсақ, 1 көбейту оның минус 6 дәрежесі фарад. Қалған шамалар белгілі. Жазык конденсатордың пластиналарының ауданын табу керек, яғни S. Жазык конденсатордың сыйымдылығының формуласы эпсилон нолевой S бөлінген D. S табатын болсақ, S D бөлінген эпсилон нолевой. Яғни мынау D жоғары қарай көбейеді, ал мынау астына түседі бөліміне. Орнына қойып есептейтін болсақ, оның минус 6 дәрежесі көбейді, оның минус 4 дәрежесі 6, 12 дәрежесі. Мынау жоғары жақ оның минус 10 дәрежесі болады, ал мынау 12 жоғары қарай плюс болып шығады. Сонда екеуі қысқарып, жоғары жақта оның 2 дәрежесі қалады. Жоғары жақта 1 қалды, 1-ді бөлетін болсақ, 6 көбейту 8-де 85-ке, оның 2 дәрежесі жоғары жақта бар. 888, оның 2 дәрежесі метр квадрат. Бұл 1,9 метр квадратқа тең. Бүгін сіздермен электростатика негіздеріне арналған есептер шығарған болатынбыз. Назарларыңызға рахмет, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.